Сәлеметсіңдер ме оқушылар, дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жасанды ортадағы қауіп-қатер. Оқу мақсаттары түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтау және оларға баға беру. Балалар, жағдайларың қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Жақсы, ендеше дайын болсақ, мына өлең жолдарын оқиық. Шырылдады қоңырау, біз сабақты бастаймыз. Партамызға отырып, өзара көз тастаймыз. Жаңа білім алуға алға қадам жасаймыз. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Енді үй тапсырмасын тыныш сұрау ойыны арқылы тексеретін боламын. Бұл ойынның шарты: мұғалім бірнеше оқушыдан үй тапсырмасын ақырын дауыспен сұрайды, ал басқа оқушылар дайындала береді. Ендеше балалар, іске сәт. Өткен сабақта қандай тақырыппен таныс болдық? Тасқын дегеніміз не? Жарайсың, су тасқыны кезінде өзін-өзі ұстау ережелерін айтып беріңдерші. Тамаша, су тасқынын алдын қалай алуға болады? Жарайсыңдар балалар, өткен сабақты өте жақсы түсіндіңдер және сол бойынша сұрақтарға өте жақсы жауап бердіңдер. Балалар, өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап берген балалар 2 балға ие болды. Ал енді оқушылар, бәріміз оқуымызға назар аударамыз. Оқуымызда мынау сызбаны көрдік пе? Жақсы. Енді бұл сызбаға қарап, адамның қандай ортада тіршілік ететінін айт. Жанды және жансыз табиғатқа мысалдар келтір. Қалай ойлайсың, адамның тіршілік ортасына не жатады? Жарайсың балалар, біз жасанды ортада өмір сүреміз. Бұл адам қолымен жасалған жасанды дүниелер. Адам баласының өз қажеті үшін жасаған дүниенің бәрі жасанды ортаға жатады. Балалар, адамның қандай ортада тіршілік ететінін айтқан оқушылар 1 балға, және жанды және жансыз табиғатқа мысал келтірген оқушылар 2 ұпайға ие болды. Енді оқушылар, қазір барлығымыз топтық жұмысымызға көшеміз. Біз 3 топқа болып бөлініп отырмыз. Бірінші топқа мындай тапсырма: тұрмыс құралдарының адамға тигізетін пайдасы мен қауіптілігіне кластер құрастырады. Екінші топқа тапсырма: түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтайды. Ал үшінші топ, екінші топтың түрлі дереккөздер негізінде жасанды ортадағы қауіп-қатерлерді анықтағанына баға береді. Жарайсыңдар оқушылар, әр топқа берілген тапсырманы орындағандар 2 ұпайға ие болды. Балалар, ұпайларыңды санап отырыңдар. Жақсы, енді бойымызды сәйгүлік сергіту сәт арқылы жасайық. Сәйгүлік шауып келеді, тастан өтті, жұдырықтарын түйе ысқылайды, құмнан өтті, алақандарын ысқылайды, судан өтті, беттерін соғады, кедергіден өтті, орындарынан тұрып секіреді, мәреге жетті, деп қолдарын соғады. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, суретке назарымызды аударайық. Бұл суретке қарап, оқушылар, сендер нені көріп тұрсыңдар? Жақсы. Енді суреттердегі жағдайларға қандай кеңес берер едіңіз? Оны парталасымен бірге талқыла. Жарайсыңдар оқушылар. Балалар, білесіңдер ме, осындай байқампаздықтың кесірінен үйде өрт шығуы, газ тарауы және су құбыры жарылуы мүмкін. Ал енді балалар, кім суреттердегі жағдайларға қатысты пікір айтқан болса 1 ұпайға ие болды. Балалар, өрт шыққан кезде не істеу керек екенін білу үшін мына бейнебаянға назарымызды аударайық. Өрт шықса, үрейленбе. 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шал. Газ құбырының қақпағын жап.
Өртті өрсітіп жібермеу үшін терезені немесе есіктерді ашпа. Өрт болған кезде ешқашан лифтіге отырма. Тыныс алу жолдарында дымқыл матамен немесе өзіңнің киіміңмен қорғап, мүмкін болса бөлмеден шығып кет. Жарайсыңдар оқушылар, бейнебаянды қарадық. Енді мына тапсырмамызға көшейік. Біз қазір топпен жұмыс жасаймыз. Бірінші топ, өрт шыққанда не істеу керек? Қауіпсіздік ережесін құрастырады. Екінші топ, су құбыры жарылғанда не істейсің? Қауіпсіздік ережесін құрастырады. Ал үшінші топ, өрт шыққан кездегі жасалынатын алғашқы дұрыс әрекет. Оны сахналаймыз. Ал ендеше оқушылар, сендерге сәттілік. Жарайсыңдар балалар, тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Қауіпсіздік ережелеріне қатысты әр топ тапсырма орындаған балалар 2 ұпайға ие болды. Ал енді оқушылар, сабағымызды қорытындылайық. Сиқырлы айна ойыны арқылы. Бұл жерде балалар бәріміз шеңберге тұрып, бір-бірлерімізге қарап, қарама-қарсы тұрған оқушыға бүгінгі сабақ бойынша сұрақтар қояды. Қарама-қарсы тұрған оқушы сұраққа жауап беруі тиіс және орындарымен алмасып отырыңдар. Ендеше маған қарама-қарсы тұрған оқушыға мен сұрақ қойып бастайын. Біз бүгін қандай тақырыппен таныс болдық? Жақсы. Қауіпсіздік ережесі дегеніміз не? Тамаша. Адамның қандай ортада тіршілік етеді? Дұрыс, жанды және жансыз табиғатқа мысал келтір. Тамаша оқушылар. Енді біз қазір рефлексияны мынау таңдау әдісі арқылы өткізетін боламыз. Бұл жерде оқушылар, сендерге таңдау парақтарын таратамын. Бұл параққа сендер плюс немесе минус белгілерін таңдап қоятын боласыңдар. Ал ендеше іске сәт. Егер оқушылар, сендерге сабақ қызықты болды деп ойласаңдар, плюс белгісін қоясың. Ал егер қызықсыз болды деп ойласаңдар, минус белгісін қоясыңдар. Ал ары қарай өздерің. Жақсы. Енді пантомима ойынын ойнаймыз. Егер балалар сендерге сабақ жақсы өтті дегендер болсаңдар, қолдарыңды жоғары көтеріңдер. Қанағаттанған жоқпын десеңдер, бастарыңды төмен түсіріңдер. Ал сабақ ұнамады дегендер беттеріңді қолмен жабыңдар. Жарайсыңдар балалар, барлықтарына сабақ жақсы өткен екен. Тамаша. Енді үйге тапсырма жазып алайық. Өрт қауіпсіздігіне сурет салып келу. Балалар, тапсырманы жауапкершілікпен орындаймыз. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау болыңдар.